Николай Федорович Катановтың адына Хакас Хазын университетінің бастағы ректоры Кузьмин Валентин Анатольевич изін болған болза көл аға шүкім дес шатылыршық. Аның атын хумарт қылып, ХГУ-ның өн корпусында мрамор шарды қызылған. Ол танығылық тұсты, қада тоғынған арғыздары аны сағызға керіп, көпшілік сөздер шоқтынғанар. Валентин Анатольевич ағбындағы Күретшілеттемнішін институты тоғысқан соңында, он азыры жыл ағбында База Қызылжар крайында ұстақ жы тоғыстарын дәрістенген. Соның Москвадағы Күретшілер институтында аспирантурада үгірініп, кандидат атқа тұрысқан. Аның поғ вузда доктор диссертациясын арышылып алған. 1994 жылдың басте 2007 жылға тері ол ХГУ-ның ректоры болған. Тыс білбіз ұстық жы үді Хакас жоны үгірдене көп қозым иткан. Университеттің пастағы халығылар етішетін түсті, біздің Сойын Алтай Тюркология институты түстілген андығы ол университеттің структурасын пөдіршеткінді пісер айылынғаныр біз Хакас филология кафедрасының Ольга Гавриловна анды арылыз, отанандық университеттің андық шардығы болсын, пөлігі болсын сұрғын өткі. Сол бізді оға қанысының арылысының ол немен тұтқан, ол сезінігін, пілгін. Біздің Хакасиядағы университеттің пос соңындайы ол мұнды жүртіп жатқан шоның палағалыстығы нем болары керек. Валентин Кузьмин оға бөзік білістік ұстағышы болған. Анысықтан да Сағамға университет көп шалар алынзар пик қалап отыршы. Күстік үзі болған, тоғысқа шаячы, көп немейді баларға сағынған, немені алғым көрген, ұрық көрістік үзі болған. Аныңар көп біздің Хакасиядағы университетті, классический университет едіргі күстінген, аны пөсісінге көдірілзін күстінген, көп өдіргілер болған, аймақ басқая кадрлар сөрі бөгілген. ХГУ-ның пастағы ректор Валентин Кузьминның ады амты қажынғада хумырт қылал барды. Аның артысқан шақсы кере шет жөлерді қал тұрар.